Жапония халықтың өмір сүру ұзақтығы бойынша көшбасшы ел саналады. 2020 жылы елдегі 100 жастан асқан қарттар саны 80 мыңнан асты. Бұл елдегі әрбір 1,5 адамның 100-і жастан асқан білдіреді. Кейін 70 жылдағы әлем халқының өмір сүру ұзақтығы артқанын ескерсек, ғалымдар жапондардың көрсеткіші таңғаларлық екенін айтады. Жалпы олардың ұзақ өмір сүруінің сыры не деп ойлайсыз? Сәлем достар, сіздермен бірге сіздердің ақпарат арнасы. Видеоға лайк қойып, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жапондар не жейді? Бұл жерде Окинава диетасы ең пайдалы деп саналады. Окинава жүздеген шағын аралдары бар Жапонияның оңтүстік префектурасы. Жапон диетасы негізінен өсімдік тағамдарынан, соя және теңіз өнімдерінен тұрады. Жапондар батыс елдеріне тұрғындарына қарағанда тұз бен қанты бар сусынды аз тұтынады. Каназава медицина университетінің докторы Дайсуке Коя асқазанды 70%-ға ғана толтыру керек деп санайды. Жапондардың ұзақ өмір сүру сыры диета ма? Жапония адамдарының ұзақ өмір сүруінің сыры шикі балық пен теңіз балдырларын тұтынуда емес. Әлемде жылы мұхиттың бойында орналасқан көптеген ел бар. Онда жергілікті тұрғындар таңертеңнен кешке дейін теңіз өнімдерін, жемістер мен көкөністерді жейді. Алайда олардың өмірі жапондықтардан 2 есе қысқа. Олардың ұзақ өмір сүруінің құпиясы: жапондар өте сыпайы. Олар сөйлескен кезде басқа адамды ренжітпеуге тырысады. Әлемде Жапония сияқты басқа позитивті елді табу қиын. Бұл елді нақты экономикалық ғажайыпқа теңеуге болады. Өйткені күріш егетін қала салатын жері жоқ және табиғи байлығы жоқ. Сөйте тұра, әлем экономикасындағы көшбасшы елдер қатарында. Сонымен қатар олар әлемдегі ең бай халық. Жапонияда орташа жалақы $3,500. Шындығында бір тұтас елдің жетістікке жетуінің құпиясы жапондар өз ойларын басқаруда бірінші болып үйренуінде. Негативті ойлар тек сұхбаттаушының көңіл күйіне ғана емес, оның денсаулығы мен болашағында бұзатын тамаша түсінеді. Олар тіпті жоқ деген сөздің өзін айтпайды. Әр жапон балаларын мейлі мектепке, мейлі үйде, мейлі жұмыста болсын өз ойын басқара алатындай және өзінің жағымсыз ойларының басқаларының өмірін бұзуына жол бермейтіндей табиғи жолмен тәрбиелейді. Өйткені олар өзінің ойы балаларының, компанияларының және елдерінің болашағын өсіретін тұқымның екенін түсінеді. Жапондарда қалыптасқан тазалық мәдениеті және жеке гигиена, денсаулық туралы жалпы түсінік маңызды рөл атқарады. Жапон зейнеткерлері көбіне белсенді, сүйікті ісімен айналысады, немесе қоғамдық жұмыстар істейді. Осылайша олар өмірінің мәнін сақтап, оны ұзартады. Қысқаша айтқанда, олар адам өз өмірін өзінің ойы мен құндылықтары арқылы өзгерте алады дегенге сенеді. Жапонияда бұл сенім шындыққа айналған. Достар, біз видеоның соңына да келіп жеттік. Видео ұнаса, арнаға лайк қойып тіркелуді ұмытпайық. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.